Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Қытайдан сәлемдеме арнасы. Бүгін бізде кезекті сәлемдемелер. Бүгін бірақ бізде өңкей темір терсек, ал бісміллә деп бірден ашып бастайық. Бұл 3 теңге тұратын, қателеспесем, пинцет болу керек. Мынандай темірден жасалған пинцет болу керек еді. Қазір көреміз. Бұл темір емес, пластмасса екен. Темір деп жазып қойған болатын. Өкінішті. Бірақ та анау дүниелерді жасағанға ыңғайлы секілді. Сапасы қатты нашар емес. Бағасына лайықты 300 теңге тұрады. Ары қарай жалғастырамыз. Келесі 565 теңге тұратын сәлемдер. Бұл қалай аталатынын білмеймін. Мына жағына шуруповерт ілдіріліп, мына жағына болтты қатыратын жаңағындай кілт ілдіріледі. Қиын жерлерді ашуға, қолмен қиналған кезде шуруповертпен жұмыс істейтін осындай кішігірім құрылғы. Бұл мен алған ең ұзыны, бұдан қысқасы да бар, керек десеңіздер. Жалпы темірдің сапасы нашар емес, өте сапалы. Маған ұнады. Ары қарай жалғастырайық. Тағы да бұл да көлік құралдарын жөндегенге арналған құрылғы. Бұның бағасы 815 теңге тұрады екен. Мынандай кішігірім қорапшада тұрады. Мен қорапшасымен бірге алдым. Қорапшасыз 200 теңге арзанда болады. Мінекей. Әдемілеп майланған мынадай бір құрылғы. Бұл сынып қалған болттарды көліктерде мына жағымен жонып, сосын мына жағымен теріс қарай айналдырып шығару үшін арналған осындай бір таптырмас құрал. Кейде сынып қалған болттарды көліктерде аша алмай қиналып жатамыз. Соның үшін әдейі алдым. Темірдің сапасы мықты, бірақ та мына жағындағы резьба сәл аздау секілді. Енді жұмыс барысында көре жатамыз, қалай жұмыс істейтінін. Бұлай өзіме ұнап отыр. Әдемі. 2, 3, 1 деген осындай размерлер бар екен. Жалпы жаман емес. Бүгінге осымен тамам. Келесі кездескенше сау болыңыздар.